қолданып болған, әр науқастан кейін қолданып болған аппаратты, яғни жууға дайындаймыз. Мен қазір жуайын деп жатқан аппаратым Pentax 2D8 Z деп белгіленген. Бұл гастроскопия, яғни асқазан жолы тексеріліп келді аппарат, яғни кір. Осылай оралып келеді, иә? Иә, оралып келеді, яғни бұны ары қарай біз қалай жуып бастаймыз. Ең бірінші жумастан бұрын аппаратты тексереміз, жабылған, жабылмаған. Аппараттың клапандарын тексереміз, аппараттың клапаны жабылған. Екінші мезетте біз тест на герметичность істейміз, аппараттың давлениесін өлшейміз. Өзінің кигізетін клапаны бар. Кигіздік. Көтереміз ба? Жасыл белгіден чуть-чуть асамыз. Және аппараттың басын қолымызбен ұстап тұрып, аппаратты қозғалту арқылы тексереміз. Оңға, солға және астыға, үстіге бір-бір тексеріп көреміз. Аппарат давлениесі жоқ, жақсы тексерілді деген сөз. Түсіреміз. Орнына қоямыз. Енді аппаратты біз жууға көшеміз. Аппаратты ең бірінші бұл 10 литр суға не дейді энза. Яғни біз 0,4% шығару үшін 10 литр суға 40 мл медидез энза құйып растворымызды дайындаймыз. Яғни әр науқастан кейін, әр жуылған аппараттан төгіп жаңартып отырамыз. Бұл предварительный очистка деп айтылады. Яғни ең бірінші алғашқы жуылатын біздің медидез энза. Осылармен жуамыз. Яғни мына клапандарды босатамыз, ашамыз. Барлығымызды босатып шығарып аламыз. Келесі біз өзінің арнайы озық шығарғанды арналған осындай кигізіп бекітеміз тесіктерін. Ол не үшін? Бұл скобадиді қосып ішіндегі ауаларын шығарамыз. Сол үшін жауып сатады? Иә, сол үшін клапанда су өтпес үшін клапанды жағамыз. Бұл аппарат скобади деп аталады. Өзіміз көріп отырғандай 6 минут, 5 минуттан жоғары қоюымыз керек. Яғни аппараттың ішіндегі қақырық, ауа, артық ауа, ішіндегі жаңағы керек емес заттарды шығарады осымен. Яғни ауамен қудалайды, қазір көрсетемін. Клапандарын белгілеп, бекітіп жабамыз. Яғни жан-жақ жабылғаннан кейін қысым бірақ жерден аппараттың басынан шығады. Отсос бәрін жабамыз. Қосылды алтымен байқап тұрғанымызда ішінде ауа шығады. Сосын осы растворды төгіп тастаймыз, ағызып жібереміз, иә? Иә, бұл осы аппараттан кейін, яғни бұл раствор төгіледі. Әр аппаратқа жаңадан дайындап, ішін жуып, қайтадан медидез энза растворды дайындаймыз. Шприц не үшін керек? Шприц қазір ішіне ауалар тағып керек. Қосымша, иә? Неше минут тұру керек осылай? 6 минут, 5 минут, 5 минут, 15 секунд. Оны мына аппарат анықтайды, иә? Аппарат өзі пиқылдап уақыттың болғанын айтады. Белгі береді. Ішіне артық ауалар шығып жатыр. Ана екінші насостың басында жатыр, ауа шығады. Аппараттың ішіндегі артық ауалар шығады. Артық ауалар шығады. Тоқтады, кетіп аламыз. Мынадан босаттық. Орнына қоямыз. Екінші метод ол басын ашып, щеткамен жуып шығамыз. Әр аппаратқа жеке-жеке болады. Жеке-жеке өзінің щеткасы болады. Осы аппаратпен бірілген қандай заттар жуылды, соны келесі этапқа бірге көшірем. Бұл Pentax'тың екі бөлімшесі тұрады. Бір қырынан бір тесік болып көрсеңіз, ол отсостан және центральный дейміз. Ортаңғы қарап отырсаңыз қырынан бір жолы. Ол отсостан шығады. Ішіндегі қалған біздің қолымыз жетпей шықпай қалған дүниені шығарады.
абсосный каналдан шықты. Абсосты ешқандай қалған жоқ, көзіміз жерде жеткізіп алуымыз керек. Щеткамен өткіздік, щеткамызды, яғни келесі растворға саламыз. Науқаспен бірге ілесіп келген загубнигін жуылады. Қазір айтайын. Қатындарын жабамыз өтеді. Аппаратты бір сүртеміз. Аппаратты бір сүртіп, судан шығарамыз. Аппаратты алып, суын сорғытамыз. Яғни құрғақ, таза, стерильный орамалмен сүртіп құрғатамыз. Келесі метод, келесі жуу әдісі, бұл тамиси тарту деген арнайы раствор. Экспозиция 5 минут. Яғни аппаратымызды қайтадан осы растворға саламыз. Осы жерде де ме? Осы жерде де 5 минут жатады. Бұл жерде неше проценті? Бұл жер тамиси рту деген раствор. Бұл арнайы дайын раствор ғой. Жуылып уақыты болғаннан кейін келесі этап қандай? Келесі этап шаю, яғни аппаратты таза суда шаямыз. Таза суда шайғанда да тура осылай, яғни осы скопади аппараты бойынша аппараттың ішінде қалған раствор, яғни қалдықтардың бәрін таза сумен аппаратты жақсылап шайып шығарады. Сорғытып саласыз. Сорғытып, соны келесі шайуға кетеді. Бір-бір тексереміз, яғни барлығы жақсы жабылып, бекітілу керек. Вибрация сияқты шығып отыр. Қазір сіздерге көрсеткенде бұл метод бірінші метод жуылған аппаратты қалай Жуылудың бірінші методы. Жуылудың бірінші методы. Келесі тағы да бір жуылатын методы бар. Ол яғни аппарат келген соң тексерістен өтіп, предварительная чисткаға салып, бірінші предварительная чисткаға салып, яғни екінші жолы ол машинкамен жуылу. Қазір көрсетем, машинкаға салып, аппаратты келесі күнге дайындап кетеміз. Бірінші методтан шайылып болған соң, шайылып болған аппаратты суын тоғытамыз да, яғни біздің шкафқа бұл шкаф яғни сорғытады, кептіреді және бізде ішінде арнайы лампасы бар. Суын сорғытып етіп қойып, келесі шкафтың арнайы өзінің уақытысы бар. Қосылатын уақытысы, өшетін уақытысы. Қанша уақыт тұру керек? Бұл аппарат жуылғаннан келесі күнге дейін сақталып тұруына болады. Осы шкаф арқылы, яғни барлық аппараттар жұмыстың аяғында осы шкафтың ішіне салып кетеді. Кварц уақытын белгілейсіздер ме?
кварц уақытысын осы жер мына палат және соңғысын салдыңыз ғой, соңғысынан бастап есептейсіздер ма сонда? тек қана біз бұны ішіне саламыз кептіру үшін және ішінде андай лампа яғни аппарат кварцевать етіп тұр деген сөз. Қолданылған аппаратты екінші жолы бар жуылатын, яғни жұмыстың аяғында барлық аппараттарды жуып осы машинка арқылы жуып шкафқа кетеміз, яғни бұл екінші жолы. Бұл жерде толық барлық этап өзімен ішінде өзі жасалады. Сіз сияқты физикалық түрде емес, аппараттың өзі жасайды, сіз жасаған нәрсенің бәрін. Мен жуылғандардың барлығы осы машинканың ішінде қайталанып жуылады. Яғни уақыты 22 минут. 22 минуттан кейін өзі жанып белгі береді. Біз алып сүртіп қайтадан сол шкафқа қойып, ертеңгі күнге жұмысымызға дайындап кетеміз. Рахмет. Міне екінші жолы, яғни аппаратты машинкамен жуу. Аппараттың әрқашан аппаратты жоғары ұстаймыз, яғни мына аппараттың басы камера. Камераны жоғары ұстаймыз, жерге түсіруге болмайды. Яғни оң қолымызда аппараттың басын салып, машинкаға салып көрсетейін. Машинкаға саламыз әдемілеп. Айналып, дайын жатады. Көргендеріңіз. Салу техникасы бар, иә? Салу техникасы бар. Ол өзі барлық шлангының бойы өзі емін-еркін бос жату керек. Қойып қояйын. Яғни мынау бізде әрі өзінің ауыстыратындар бар. Мынау қазір мен өзінің арнайы перхношка деп айтады. Яғни жаңағы бірінші метод арқылы барлық каналдарын жабамыз. Барлық каналдарын жабамыз. Жақсылап бекітіп жабылады. Сосын канал міндетті түрде жабылу керек. Емін-еркін жату керек қой, бәрі каналда ше, көрдіңіз бе? Ештеңе қысылмауы тиіс. Яғни бетін жабамыз. Бетін жапқанда біздің қақпағымыз емін-еркін тұру керек. Яғни оның ішіне су толады, раствор толады. Сондықтан есігін жасап жабамыз. Бұл аппараттың мына беті А, мына беті Б деп аталады. Яғни біз қазір Б бетіне салдық. Б деген точкасын басамыз да, ары қарай стартқа кетеді. Стартқа басасыз, болды, ары жуу басталды. Әр уақытта қанша минут қалған таймер уақыттарын білуімізге болады. Қай жерде қай раствор бітіп тұрғанын білуімізге болады. Өзі аппарат белгі беріп тұрады. Анау чек не? Мынау чек салынған аппараттардың уақытысы, қай уақытта қандай аппарат салынған, қалай жуылған, нәтижесін қандай. Мені байқағандарыңызда барлығы уақытысы мен қандай уақытта қай аппарат салынғанына шейін жазылып тұрады. Все, рахмет, керемет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.